Армысыздар, құрметті менің көрермендерім. Мен осындай тамаша ұлттық костюм киімін тіктім. Бұл жерде оған қолданылған оюлар, мынау жүрекше оюы, мына жерден былай болып келген жүрекше оюлары. Бұны ою үшін керекті заттардың барлығын керектене отырып, осыны қолыммен ойып тіктім, ойып бастырып тігіп отырмын. Мынау екі жеңіне де ою салдым. Сыңар мүйіз оюы, содан мына оюдың көбінде мынау жүрекше оюы, содан былай қарай таралған мынау шөптердің, өсімдіктің өскені сияқты айланып мына жапырақшалар болып келіп тұрады. Ерекше әдемі. Енді бұның арт жағына мен қыранның суретін салдым. Қыранның суретін салдым осылай. Бұл да бір өзінше біздің мына тәуелсіздігіміздің, еліміздің еркіндіктің бір белгісі, символы сияқты болып көрінеді. Осындай ісіме баға беріп, лайк қойып, бағалай кетіңіздер.